Қаңқа бұлшықеттері әртүрлі пішін мен мөлшерде болады, бірақ барлығында бұлшықет жасушасының негізгі құрылысы бірдей. Қаңқа бұлшықеттері сүйекке бекінген. Бекіну қызметін бір жағы сүйекке, екінші жағы бұлшықеттің ұшына байланысқан ақшыл түсті сіңір атқарады. Егер біз бір бұлшықетті көлденең кесіп қарасақ, әр бұлшықет көптеген бұлшықет талшықтарының шоғырларынан тұратынын көре аламыз. Бұл бұлшықет шоғыры. Олардың сырты фасция деп аталатын дәнекер ұлпасымен қапталған. Әр бұлшықет шоғыры ең азы 10, тіпті 100 бұлшықет талшықтарынан тұруы мүмкін. Үлкен және күшті бұлшықеттер, мысалы квадрицепс, әр шоғырда көп талшыққа ие. Ал дәл қимылдарға жауап беретін ұсақ бұлшықеттерде, мысалы қол бұлшықеттерінде, шоғырларда талшық саны әлде қайда аз болады. Әр бұлшықет талшығының мембранасы сарколема деп аталады, ал оның ішінде саркоплазмасы бар. Саркоплазма энергия көзі болып табылатын гликоген мен майларды, сондай-ақ энергия өндіретін митохондрияларды қамтитын қоймалжың сұйықтық. Әр бұлшықет талшығы цилиндр тәрізді органоидтар, миофибрилаларды қамтиды. Бұл бұлшықет талшығында жүздеген немесе мыңдаған миофибрилалар бар. Олар актин мен миозин нәруыздарынан тұрады. Бұл нәруыздар бұлшықет талшығының бүкіл бойымен созылып жатады және бұлшықет жиырылуында маңызды рөл атқарады. Миофибриланың айналасында түтікше мен арналардың торы, саркоплазмалық тор бар. Бұл жерде кальций иондары сақталады. Кальций бұлшықеттің жиырылуына қажетті негізгі элементтердің бірі. Әр миофибрила бірнеше рет қайталанатын саркомерлерге бөлінеді. Осылайша 8-ші сынып төңірегінде бұлшықеттің ішкі құрылысымен таныстық.